Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Каналға қош келдіңіздер. Мен банан қабығын алып, оны үкіштен өткіземін. Оны қоқысқа тастамай, нағыз қазына етіп, мен оны қалай қолданамын? Бұл туралы видеода толығырақ айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Банан дәмді және пайдалы жеміс ғана емес, сонымен қатар үнемді егіншілік үшін көптеген мүмкіндіктердің көзі. Бананның қабығын қаншалықты жиі тастаймыз, олардың пайдалы қасиеттері туралы ойланбастан. Шын мәнінде бұл қоқыс зат сіздің бақшаңыз бен үй заттарыңыз үшін нағыз қазынаға айналуы мүмкін. Банан қабығын пайдаланудың 5 қызықты әдісін егжей-тегжейлі айтып беретін боламын. Біріншісі ол өсімдік тыңайтқышы. Сіздің бақшаңыз үшін табиғи эликсир. Банан қабығы өсімдіктер үшін нағыз сыйлық. Оның құрамында сау, өсу мен дамуды қамтамасыз ететін калий, фосфор және магний сияқты маңызды микроэлементтер бар. Бірақ оның әлеуетін барынша пайдалану үшін бірнеше нәрсені ескеру қажет. Біріншіден, ол қабықты жақсылап кептіру қажет. Қабықты кішкене кесектерге кесіңізде, оларды толық құрғағанша күнге немесе жақсы желдетілетін жерде қалдырыңыз. Бұл шіріктің алдын алуға және зиянкестерді тарту қаупін азайтуға көмектеседі. Екіншісі, ылғалдау. Кептірілген бөліктерді бірнеше сағат бойы суға салып қоюға болады. Бұл белсенді заттардың жақсы еріп өсімдіктерге сіңуіне мүмкіндік береді. Үшіншісі, топыраққа қосу. Кептірілген немесе суланған кесектерді топыраққа ақырын араластырып, топыраққа қосыңыз. Сондай-ақ қабықты өсімдіктердің айналасына жайып, мульча ретінде пайдалануға болады. Компост жасау. Банан қабығы компост жасау үшін өте тамаша болып келеді. Ол ыдырау процесін жылдамдатады және компост үйіндісін қоректік заттармен байытады. Дегенмен жәндіктерді тартпау үшін оны кептірілген түрде қолданған дұрыс. Екіншісі, жылтырату. Химиялық заттарсыз жылтырату. Банан қабығының іші таңғажайып жылтырататын қасиеттерге ие. Оның құрамында жиһаз, аяқ киім және тіпті зергерлік бұйымдар сияқты әртүрлі беттерді тиімді жылтырататын табиғи майлар мен заттар бар. Жай ғана жаңа қабықты алыңыз. Оны қажетті бетке сүртіңіз, содан кейін жылтырға жету үшін құрғақ шүберекпен сүртіп жіберсеңіз, кез келген бұйымдарыңыз, жиһаздарыңыз жылтырап шыға келетін болады. Үшіншісі, безеуді кетіру және тері күтімі. Банан қабығы да тері күтімінде көмекші бола алады. Құрамындағы антиоксиданттар мен витаминдердің арқасында ол қабынуды және қызаруды азайтуға көмектеседі. Проблемалық аймақтарды қабықтың ішкі жағымен бірнеше минут сүртіңіз, содан кейін сумен шайыңыз. Тұрақты пайдалану терінің күйін жақсартуға көмектеседі. Төртіншісі, иістерді жою. Банан қабығының жағымсыз иістерді сіңіру қасиеті бар. Иістерді кетіру үшін оны тоңазытқышқа немесе аяқ киіміңізге салыңыз. Бұл кеңістікті қажетсіз иістерден тазартудың табиғи және қауіпсіз жолы. Бесіншісі, дәрілік зат. Банан қабығы емдік мақсатта да пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, ол жәндіктердің шағуын емдеу үшін қолданылады. Себебі ол қышу мен қабынуды азайтуға көмектеседі. Қабықтың ішкі жағын тістеген жерге бірнеше минутқа жақсаңыз болғаны. Банан қабығын пайдалану бұл қалдықтарды азайту ғана емес, сонымен қатар әдетте босқа кететін нәрсені тиімді пайдалану тәсілі. Бұл қарапайым және тиімді әдістер өміріңізді экологиялық таза және тиімді етуге көмектеседі. Қабықты лақтырмаңыз. Оны өзіңізге және қоршаған ортаның пайдасына пайдаланыңыз.